friends, сіздермен English Universe каналы және мен Шұғыла. Жалпы достар, сіздердің бастарыңыздан осындай оқиға өткен болар. Мысалы, сіздер мектеп кезінен ағылшын тілін үйреніп келе жатырсыздар, бірақ осы күнге дейін native speaker сияқты сөйлей алмауларыңыз мүмкін. Я болмаса, білген білімдеріңізді спикингте қолдана алмауларыңыз мүмкін. Егер сіздерде осындай жағдай болатын болса, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Себебі мен қазір сіздерге ағылшын тілін үйренудің ең тиімді 5 жолымен бөлісетін боламын. Ең бірінші кеңес ол to write. You need to write everything that you studied in a day. Write down your favorite expression that gives you motivation to study English. Сіздер өздеріңіз бір күнде, яғни бір сабақта не үйрендіңіздер, солардың барлығын жазып алуға тырысыңыздар. Мысалы, сіздерге ағылшын тілін үйренуге мотивация беретін цитаталарды я болмаса бір сөз тіркестерін жазып алуға кеңес беремін. Жалпы олар сіздерге қалай көмектеседі? How it will help you. When you write something down, it helps you remember that, and also it helps you realize how much you actually know. You just need to put them into practice using them in real life. Белгілі бір ақпаратты көрген кезде, оны жай ғана көру ол жеткіліксіз. Сонымен қатар оларды жазып алуға тырысыңыз. Сол кезде ғана сіздің жадыңызда олар жақсы сақталатын болады. Мысалы, сіз белгілі бір видео көріп отырсыңыз делік, және ондағы білмейтін сөздерді жазып алған кезде сіз өзіңіздің деңгейіңіздің қаншалықты жоғары немесе төмен екенін білетін боласыз. Сонымен қатар, сіз өзіңіздің жазып алған заттарыңызды қолданысқа енгізбесеңіз, олардың ешқандай мағынасы болмайды. Яғни, сіздің біліміңіз тек дәптердің бетінде ғана қалып қоймау керек. Спикинг барысында оларды қолдануға тырысыңыз. The second tip is record. You should record an audio clip about your day, because recording an audio clip about your day will help you to overcome your fear of speaking in English. It will also help you gain confidence in your speaking ability, because you will be speaking about something you know well. Келесі кеңесіміз, сіз өзіңіздің күніңізді аудиоға немесе видеоға жазып отырыңыз, әрине ағылшын тілінде. Бұл сізге қалай көмектеседі? Бәлкім сіз басқалармен ағылшын тілінде сөйлеуге қорқатын боларсыз. Я болмаса сіздің ағылшын сөйлеуіңіз, яғни pronunciation сізге ұнамауы мүмкін. Аудиоға немесе видеоға жазып алу, бұл сіздің осы қорқынышыңызды жеңуге көмектеседі. The next one is about teaching. You must teach someone what you know. Teaching someone else the English you know will actually help your English improve. It will give you more confidence in your understanding of the language and also increase your chance of using what you taught. Мысалы, сіз грамматикадан present simple'дың қалай қолданатынын біліп алдыңыз, қазір ғана үйрендіңіз делік. Және сіз осы біліміңізді басқа білмейтін досыңызға, я болмаса танысыңызға үйрететін болсаңыз, present simple'дың ережесі және мысалдары да сіздің жадыңызда қалып қояды, жақсы сақталады. The next one is watching. Watch a real conversation between native English speakers. Watching a real English conversation will actually help you learn more natural English words and expressions. It will also help you learn how to communicate your ideas more clearly in English. Сізге ағылшын тілін үйрену барысында көптеген адамдар осы кеңесті берген болар. Расында да, киноларды ағылшын тілінде көру сізді осы тілді меңгеруге бір қадамға жақындатады. Тіпті сіз видеода не айтылып жатқанын 100%-ға түсінбесеңіз де, ең кем дегенде, сіз олардың ағылшынша интонациясын қабылдап аласыз. Және біздің ең соңғы кеңесіміз to find, яғни find a partner. Finding a partner to study English with will help you practice what you are learning. It will also help you feel more excited to speak English. Кейде ағылшын тілін жалғыз өзіңіз үйрену сізді жалықтырып жіберуі мүмкін. Сол себепті қасыңызда сізге ағылшын тілін көп практика жасауға көмектесетін досыңыз болса, нұр үстіне нұр болады. Maybe in the future you'll become more competitive. Болашақта сіз досыңызбен жарыста оқуыңыз да мүмкін. That's all friends. Thank you for attention. Осымен бітті достар. Кеңестерім сіздерге пайдалы болған шығар деген үміттемін. Сондай-ақ мұнда бәлкім сіздерге таныс емес шығар деген сөздердің қазақша аудармаларын жазып қойдым. Егер де өздеріңізге керек болса, сақтап алыңыздар. Алдағы уақытта менің каналыма ағылшын тілін үйренуге байланысты көптеген лайфхактар мен грамматикаларды үйренудің ең оңай тәсілдері шығатын болады. Сол себепті менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.